бар ғой онда. Соны аксиома қылдырып алдың ба? Қабылда. Жоқ, қабылдамаймын мен оны. Не үшін қабылдамын? Сенің ережең. Дәлелсіз бір нәрсе. Менің ережем ба? Қара, сонда, тоқта. Жақсы. Жаратушы бар деп аксиома қала берші. Қалды. Сөйле балай. Сен айтып жатсың. Сенің ережең менікі емес. Менікі басқаша. Сенікі бұл. Сен айттың. Белгілі бір заттарды дәлелсіз бар деп аксиом ретінде бекітіп тұрып, ақыл бар деп тұрсың. Бірақ ақыл көзге көрінетін нәрсе емес. Ол бар екен, мен де сен де мойындап тұрмыз. Ғайып нәрсе ол. Егер сенің ережемен келетін болсақ, онда сендегі жаратушың. Жақсы. Сонда біздің мынау жалпы ғылым ойланып жатыр ғой, логика деген нәрсе сонда не нәрсеге құрастырылады ғой? Енді қара, енді бәрекелді. Енді сен ақылдың барын немен шығарып тұрсың осы жерде? Вот именно саған айтып отырмын, тыңда енді осы нәрсеге. Тоқта, болды. Сен сұрақтан қойдың, мен жауап бердім. Мен саған сұрақ қойып отырмын. Тоқта. Сенің системаңды түсіндірші маған. Жаңа жауап бердің ғой мен. Осы жерде немен шығарып тұрсың? Бауырлар, тоқтаса, енді қара, мен саған айтып отырмын. Қара, біз логиканы құрастыратын кезде аксиомаларға сүйенеміз ба? Қазір Муслим аға 1 минут рахмет. Дәлел қажет етеді. Ай жігіттер. Эфирде ақылдың бар екен. Бір-бірімізді тыңдамау ондай нәрсе керек емес. Вот именно. Давайте битейік. Дұрыс. Ақылдың барын бұл немен дәлелдейді бізге? Муслим аға, енді 1 минут. Муслим. Битесің. Рахмет. Былай жасайық. Сен қазір Муслимнің сұрағын естідің ғой, Муслим 08. Мен уже жауап бердім. До конца жауап беріп ал. Муслим аға. До конца деген, тоқтаңдар, до конца деген неше сұрақ? Давайте келісіп алайықшы. До конца деген менде Муслимде солай сұрақтан сұрақ қоя беремін. Нақты жауап, бір сұрақ нақты жауап. Нақты жауап деген қалай? Анықтамасын берші маған, чтоб мен айтатындай. Анықтамасын. Саған бір сұрақ қояды. Мысалға, ақылды мойындайсың ба, мойындамайсың ба деп. Мен айтып тұрмыз. Мен саған айтып отырмын. Ақылды. Мен мойындаймын или мойындамаймын деп айтасың. Тоқтаңдар. Енді тоқтаңдаршы, енді мен айтып алайын да енді. Тоқтаңдар. Біз ақылды бар деп, еще оны дұрыс деп аксиома ретінде қабылдап аламыз. И на этом и строится логика. Алло. Тоқта. Ақылды сен аксиоманы қабылдайсың, дұрыс па? Жақсы, міне қара. Ол сен 08. Қара, мысалы, Декарттың бар, мысалы, Декарттың жұмысы бар. Мысалы, Декарттың жұмысын айтайық. Сенің бар екеніңді қалай дәлелдейміз? Құдай-ай, тыңдашы. Аксиома қылып аламыз ба? Сендер жұмыс оқымағансыңдар ғой, ешқайсың, не шырып отырсыңдар мына жерде? Айтайыр, Муслим 08, айтайыр. Тәкаппарланба, тәкаппарлық бар ғой, ешекте де тәкаппарлық болады. Ешек, үндемеймін сан. Сен аксиома бекіттердің алдын, ол выводты немен шығарып тұрсың? Мен саған айтып тұрмын ғой, вот именно вывод шығару аксиома. Сен то есть ақылды қабылдайсың дұрыс деп, сосын барып, сен қай заңдамалар дұрыс деп қабылдайсың? Ақыл бар ғой. Ақыл бар деп қабылдайсың сен аксиома ретінде. Тоқта. Енді барын біз немен білдік? Аксиома қылып қабылдап білдің сен. Жоқ, оны аксиома қылып қабылдау үшін де білу керек қой? Вот именно түсінбейтін адамдарға айтып беріп отырмын. Сендер белгілі бір логиканы құрастыру үшін, ол логика реальностью соответствует или нет? Сендер аксиома қабылдайсыңдар. Ол система мышления подстраивается под аксиомы. Қалай білмейсіңдер элементарный нәрсені? Қарашы, мынаны айта салшы. Егер сен рахмет бір нәрсені ақылмен дұрыс десең, ол сен үшін дұрыс, мен басқа нәрсені дұрыс десем, мен үшін дұрыс. Соны айтқың келіп тұр ма? Бай, Дастан. Дұрыс, молодец. Да, Муслим 08 сөйлесе берші мен арай. Тоқта, Нұржан, саған сұрақ. Айтайыр. Тексеруді қажет ететін нәрселер бар ма? Давай көрсет, қандай? Өмірде тексеруді қажет ететін. Енді сен қара, аксиом мен факттың екі бөлек екенін білесің ба? Тоқтай тұр, білем. Жақсы, давай, красавчик. Тексеруді қажет ететін нәрселер бар, е? Сет айтайыр. Ертең сенен біреу келіп сұраса, Нұржан, адамда ақыл бар ма десе, сен айтады, маған тексеру арқылы дәлелдеп берші десе, не деп айтасың? Мен сен ақылды қалай дәлелдеп беремін саған, егер сен қабылдамайтын болсаң? Дәлелдеші маған ақылды. Енді қара, корреспондентность деген нәрсе бар. То есть екеуміз келісімшарт құрастырамыз. Ол қазақша аударылмайды ол. Қара, екеуміз келісімшарт қабылдаймыз, екеуміз дұрыс деп есептейтін, не нәрсені дұрыс деп, не нәрсені дұрыс емес деп анықтаймыз. Енді сол нәрселерді анықтау үшін бізде белгілі бір аксиома болу керек па? Аксиома ретінде бұл жерде не әкелейін деп тұрсың? Енді ақылды аксиома деп аламыз. Жоқ, тоқтай тұр. Заңдамаларды аксиома. Енді қара, 4 заңдылық дұрыс емес екен, сен қалай анықтадың?
төрт заңдамаларды қабылдаймын дедің ғой жаңа. Иә, түсінікті, ол общий бәрі бекіткеннен кейін Иә, общий бекіткен деген не мағынаны білдіреді ол? болды, сол ғой сол. Жоқ, тоқта. Иә, сол бекіткен аксиома деген білдіре ма? Иә деймін, иә. Ендеше аксиоманы қабылдайтын болдық па біз ендеше? Тоқтай тұр. Общий бекіткен кезде оны мойындамайтындар да бар ғой, дұрыс па? Жақсы, мойындамай ақ қойыңдар, өздерінің проблемалары. Онда уже аксиомалық деңгейден құлап кетті ма? Қара, ақылда мойындамайтын детерминисттер бар, дұрыс па? Атеист материалистер. Иә, бар, енді. Уже аксиома болмай қалды ма? Максиома болмай қалды ма? Жақсы, сен үшін аксиома емес шығар, басқалар үшін аксиома ол. Мен үшін емес. Мен атеистерді айтып жатырмын. Енді жоқ, атеисттер деген кезде мұсылмандар да бар ғой ондай, ты чё? Жоқ, қателеспе. Енді тоқта, енді қара, муслим, тоқта қара. Енді тоқта, сенің айтып жатқан сөздерің реальностьқа совпадает или нет? Каким образом ты доказываешь? Тоқта, қырылыспаңдар, жігіттер, қазір шоу-тайм қосамыз, қырылыспаңдар. Давайте, шоу-тайм қосшы, давай, өзім сөйлесейші, мынау вообще шығып кетті. Давай, шоу-тайм қосшы. Тоқтай тұр. Қоса бер, шоу-тайм қосып болмайтын алар. Вообще әңгімен сөзін түсінбей тұрған. Нұржан, не болды, әсет, қош, ақылсыз болсаң мен түсінемін. Шоу-тайм қосшы. Бірінші аксиома әсет, болды, маған әңгіме керек жоқ, шоу-тайм қоссыш, давай. Қашу басталды ма? Шоу-таймнан қалай қашам мен? Басталды ма? Шоу-таймнан қалай қашам мен? Шоу-тайм қосылды. Сен сөйлесе ма, қашып өтсің ғой. Все, болды, красавчик. Давай, сөйле. Муслим аға сөйлеп алыңыз. Болды, бисмилля. Так, ақыл деген нәрсені бізде барлық ақыл есі дұрыс адам мойындайды оны. Ол түсінікті. Енді аксиома деген тексеруді қажет етпейтін нәрсе. Ол да түсінікті. Бірақ біз ақылды бар ма жоқ па деген вопрос омен жабылған жоқ. Себебі ақылды жоқ деп айтатын адамдар да бар. Қандай десе, атеисттер, материалистердің ішінде детерминисттер бар, который ақыл жоқ, ол мидың просто несі деп айтады. Химиялық реакциясы деп айтады. Соответственно, уже ол аксиомалық деңгейден құлап кетеді. Егер ол аксиома болатын болса, онда жалпы барлық адам ақыл бар деп айту керек. Бірақ біз көріп тұрмыз, что атеистердің ішінде ақылды жоққа шығаратындар бар. Соответственно, мен сұрап жатырмын, ақыл бар ма жоқ па деп тұрмын. Бұл айтады, ақыл бар дейді. Жақсы, енді оны немен білдің бар екенін десе, оны общий қабылдады ғой дейді. Бірақ общий қабылдап жатқандар жоқ қой. Проблема осыда болып тұр. Сол үшін біз белгілі бір түрде қабылдамайтын адамға ақылдың барын қалай дәлелдейсің? Мәселе осыда. Енді мен сұрап жатырмын, ақыл бар ма десем, бұл бар дейді. Жарайды, енді дәлелді алып келу керек қой ол. Бұл айтады бар деп, жақсы, бірақ ол ғайып нәрсе ғой, көзге көрінбейді. Оны сен ұстай алмайсың, оны дәл ашып немен, эмпирикалық дәлелмен дәлелдей алмайсың сен оны никак. Енді оның қалай бар екенін біз ақылы тұрғыда оның бар екенін дәлелдейсің. Болды, басқа вариант жоқ. Енді мен айтайын деген мысалы мынандай болып тұр. Егер бұл ақылдың бәрін мойындаса, онда тура сол секілді белгілі бір адамдардың іс-әрекеттерінен, адамның барлығынан, адамдардың іс-әрекеттерінен белгілі бір задачаны шешіп, реттілікпен келетқаннан кейін адамның іс-әрекетіне біз айтамыз, адамда ақыл бар осы себепті дейміз. Енді адамдар бар ғой, ақылы жоқ, который іс-әрекеттері бір реттілікпен емес, бәрібір оғанша. Сол үшін ол дәлелденуге міндетті, ол дәлелдеу керек ақылдың бар екендігін. Енді ақылдың барын қабылдаса, біз іс-әрекетпен қарап тұрып, ақыл бар деп тұрсақ, онда мына әлемді қарап тұрып, ішінде болып отқан барлық нәрселерді қарап тұрып, жаратушың бар деп айтсақ, неге біздікі абсурд болады? Бұл артықы дұрыс болу керек. Мәселе осыда. Бұл сол үшін қазір темадан қашу үшін просто софистикамен айналысып отыр, болды. Сол ғой, сол мен де біліп отырмын ғой соны. Так, айтып болдыңыз ба, Муслим аға, өзгерте берейін ба? Иә, болды аха. Рахмет, сөйлей ғой, 5 минут уақыт перебивать етпейміз. Красавчик. Мынандай тема. Біріншіден, енді оқымаған адамдарға енді софистика болып көрінеді. Даже софистиканың өзі мағынасын білмейтін адамдар, біреуге келіп апелляция к личности жасайтын адамдар бар. Ладно, оны әсет деп айтпай ақ қояйық, ладно, жарайды. Мынандай, бізде біріншіден бір нәрсені қабылдай, бір нәрсе суждение или бір теория, бір нәрсе гипотеза құрастырар алдында, еще муслимнің мынандай тавтологиясы біртүрлі екен да, то есть былай айтады. Ақылдың бар екенін ақыл бар адамдар ғана біледі дейді да. Не әңгіме ол? Не қандай дәлел? Қара, бізде даже мысалы кім айтып жүрген Декарттарын или басқа Канттарды айтатын болсақ, сендер әңгімесін қараңдар. Біріншіден, сен не нәрселерді аксиомаға аласың? Мысалы Декарт айтады, если мен ойланатын болсам, следовательно, я существую дейді. Бұл нәрсе аксиома қылып қабылданады. Осы аксиомаларға байланысты құрастырылатын ары қарай әңгіме болады. Енді сен айтып отқаның факт деген нәрсе, Муслим Омар, микрофон сөндір. Факт деген нәрсе, ол қашан айналады? То есть, егер
ол зат дәлелденсе, ол аксиом емес, ол уже факт категориясына ауысады. А оған дейін ауыспады ма, ендеше сен қай системамен рассуждение жасап отырсың? Сол жерде ол аксиом болып қабылдады. То есть сен белгілі бір теория құрастырасың ба, гипотеза құрастырасың ба, өзің, то есть ақыл режимінде. Ол кезде сен реально аксиомаға сүйенесің, сол аксиомаларға байланысты сен ары қарай өзің тұжырым құрастырасың. Енді абсурд деген мағына не? Сендер даже соның өзін үйретейін, Нұржан Смағұлдардың үйретіңдер. Абсурд деген нәрсе сенің силлогизмда екі посылка бір-біріне қарама шыққан кезде ғана айтылады ол нәрсе. Абсурд деп. Ал сенде логический вывод, посылкалар дұрыс болса, абсурд деген сөз қолданылмайды. Енді мен сол үшін айтып отырмын. Бізде жаңа мен айттым, біз ортақ шешім бар, келісіп алатын. Біз нелерді аксиома қылып қабылдаймыз. То есть мен өмір сүремін, ақыл дұрыс деп қабылдаймын, и ақылдың заңдамаларын дұрыс деп қабылдаймын. Осы заңдамаларды дұрыс деп қабылдайтын болсаң, дальше кеттік, разговор жасаймыз. Егер сен ол нәрселерді қабылдамайтын болсаң, аксиома қабылдамайтын болсаң, мен саған каким образом дәлелдеймін. То есть бірінші мынандай әңгіме. Мысалы кейбір адамдар бар, то есть ол ойлайды, бұл өмірде мен, возможно, матрицада жүрмін дейді, я не существую дейтін адамдар бар. Енді соны аксиома қылып қабылдаған адамға сенің ғылымыңда, сенің айтатын логикаңда оған дәлел болмайтын болса, сен каким образом ты попытаешься ему объяснить, доказать? Сен доказать ету үшін екі адамның ортасында біріншіден коммуникация болу керек, то есть тіл болу керек. Сол тіл арқылы сен бір-біріне түсіндіре алуың керек. Одан кейін сенде логика болу керек. Сол логика бойынша мышление жасайсың. Сен дұрыс немесе қате, то есть ложь или истина екенін сен анықтап бересің сол кез арқылы. Егер сен ондай нәрсені анықтай алмайтын болсаң, сен никаким образом никому не докажешь. Енді біз қазір сөйлесіп отқан абстрактный, то есть біз разговор жасап отырмық. Енді разговор реальностьқа совпадает или нет? Сол туралы біз тоже аксиома қабылдаймыз. То есть біз біріншіден аксиома қылып ғылымды қабылдайсың ба, қабылдамайсың? Осы нәрсе бар, эмпирика. Сен не нәрсені дәлелдеп қабылдайсың? Эмпириканы қабылдайсың, ақылды қабылдайсың. Ақылдың ішіне қандай заңдамалар қабылдайсың? Оның да ішіне кіреді, ол да аксиома болады. Одан бөлек сен жаңа біздің тіл жасап жатқан, мысалы символический тіл ма, қандай тіл, оның өзінде қабылдайсың. Осыларды қабылдау арқылы ғана сен дәлел деген сөзді айта аласың. Либо сен қазір өзің Құдай деген сөзіңде сенде дым дәлел емес, тек қана аргумент қана болады. Сен екі сөздің категориясының разницасын біліп ал біріншіден. Енді мен сендерге айтып отырмын, егер менімен келіспейтін болсаңдар, сендер якобы ұстаз дейсіңдер ғой. Ендеше маған мына нәрсені қараңдар. Қазір алыңдар да интернеттеріңді ашыңдар да, или кітаптарыңды оқыңдар, кітап оқитын болсаңдар. Кітапта бүкіл теория или мышление, логика барлығы аксиомаға құрастырыла ма, жоқ па? Соған байланысты айтыңдар. Ал сен қазір Муслим 08 мынандай софистикаға кеткіңге отыр, якобы. Если сен оны аксиома деп қабылдасаң, мен де қабылдаймын, значит барлығымызға дәлел деп. Жоқ, то есть корреспондентность деген нәрсе жалпы адамдар қабылдаған қағидаларға байланысты айтылатын әңгіме. То есть олар Құдай бар дегенде аксиома қабылдамайтын болса, ендеше сен оған никаким образом оны аксиома қабылда деп айта алмайсың. Следовательно, сен через логику попытаешься доказать. Енді сен қазір мына логиканың несін қарада, Декарт, Канттарды қара. Олар не нәрсені аксиома қылып қабылдаған. Егер оны қабылдамаған болса, ендеше айтарсың, не, олар аксиомасыз мынандай рассуждение жасап жатыр деп айтмаған. Егер ондай нәрсе айта алмайтын болсаң, ендеше маған бірде-бір мынандай болмайтын, анау еще мынандай ғой, өзіңді, сенде эффект Даннинга-Крюгера бар да, сен өзіңді специалист сияқты көресің да узкий кругтарда. Бірақ сен ондай емессің, если что, саған айтып берейін. Сен никакой специалист емессің, сен білмейсің ба, білмеген жерінде басыңды тықпа, Муслим 08. Әсет, мен саған соны айтып жатырмын. Әсетжан, осыны тыңдап түсінгеннен кейін барып, қазір интернеттен ашқаннан кейін барып қана қара, сосын бар маған дәлелін әкелесің. Все болды, түсіндіре бер. Келесі қоя бер. Все, кетті. Следующий исполнитель Муслим. Көрейік. Қалғандар астына отырайық. Я бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, біріншіден бос әңгіме, просто тавтология. Вообще ешқандай нәрсе ашқан жоқсың, қара. Сен өзің категориялық қателік жібересіңше, аксиома деген ол ойлаудың ережесі де, ал ақыл деген сол ережені барғып тұрған зат та. Мен сенен ережені сұрап тұрған жоқпын. Мен сенен болмыстық факт сұрап тұрмын. То, что ақыл бар. Енді ақылдың ішінде ереже ол да ол. Аксиомаларды қабылдау ережесі ешқандай дәлелді қажет етпейді логикалық тұрғыда. Мен сенен ақылдың өзін сұрап тұрмын. Ақылдың өзін сен қайдан біліп тұрсың десем, сен оның ішіндегі подкатегория ережесімен дәлелге әкелгің келіп тұр да. Мен сенен сұрап тұрмын, ақылдың барын сен қайдан біліп тұрсың? Біз бәріміз мойындап тұрық, я ақыл бар, вывод. Біз вывод жасап тұрық. Бірақ сен оны аксиомамен әкеліп жапқың келіп тұр да оны. Сен шатастырмасай олар. Сосын сен егер аксиома болатын болса, оны дәлелдеуді қажет етпейтін болса, онда ешқандай проблема болмау керек еді бұл өмірде. Бірақ есть адамдар, которые ақылды жоққа шығарады. Ақыл есі дұрыс адамдар, ми істеп тұр, детерминистер мысалға.
болды, сен егер осы нәрсені дәлел ретінде әкелетін болсаң, онда сенің дәлелің құлады вообще. Сосын софистика ретінде сен емес бізге айтатын, таза софист сенсіңдер, логиканың ережесіне бағынбайтын сенсіңдер, причина следственный связиді жоқ көрмесек бұл жоққа шығарамыз деп жатсаң, онда ғылымды да жоққа шығарып жіберіңдер вообще. Онда ғылым на этом и строится. Вообще сен не айтып алып, не қойып жатқандарын өздерің түсінбейсіңдер. Ақылдың барын мен де сен де бәріміз мойындап тұр, как болмыстық факт зат ретінде. Мол бар деген мен де білем. Бірақ сен барын мен біліп тұрмын, не үшін бар екен. Сен қақтан біліп тұрсың оның бар екен. То, что ол ойлаудың бір ережесі бар болғанын бекітіп тұрсың ба? Мәселе осы да. Сосын жекеге өтпейміз. Өзіңнің надандығыңды, ата-анаңнан алған тәрбиесіздігіңді неге көрсетпе? Көрсетпе, ұят болады, Нұржан. Абылай ағамнан ұят болады. Надандығыңды көрсетпе. Атеистсің ба, тәңіршісің ба, дұрыс әңгіме айт сен. Қисық әңгіме айтпа. Я, ақыл жалпы ойым бөл жеріп атыстар да, бауырлар. Кім Мустаң дастан сұғады сөз бере жер, бірдеңке айтам дейді, кім? Жасик, е? Осы нәрсені дәлелдей алу керексің сен бар екендігін. Болды ма? Ауыстыра берейін ба? Дастан ұстазды қой же, дастан ұстаз бірдеңке айтам дейді. Бисмилля, дастан ұстаз. Так, дастан ұстаз, бізде следующий участник. Қазір 1 минут. Все. Айта беріңіз. Так, ассаламалейкум. Алейкум. Енді Рахмет деген жігіт кішкене бір белгілі бір адамдарды, авторитеттерді ғана, жаңа Кант, сол бір-екі адамды айтып жатыр ғой. Жақсы, ақыл логиканың жаңағы 4 немесе 3 заңдылығы, ол дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома дейді да. Яғни аксиома ретінде ғана аламыз, ол дәлел емес, ол аргумент дейді. Яғни ол инструмент деп жатыр да. Белгілі бір бөлігі ол дұрыс болуы мүмкін осы сөздің, бірақ бізде мынандай. Ақыл деген нәрсе қалай құрылды? Логиканың заңдылықтары қалай құрылды? Неге байланысты құрылды? Тек қана бір белгілі бір адамның, мысалы Аристотельдің немесе басқа Платонның немесе кешегі осы Ибн Сина немесе Ғазалидің еңбегіне қарап қана құрылды ма? Жоқ. Ақыл жалпы ортақ объективті біздегі не? Қағидалар. Ол неге құрылды? Ол біздің барлық айтып жүрген эмпирикалық әдістер бар ғой. Сол нәрседе мына нәрсе қатты, мына нәрсе жұмсақ, мына нәрсе домалақ, мына нәрсе төртбұрыш, бірге бірді қоссаң үш болмайды ешқашан. Ол абсурд. Яғни деп мүмкін емес пе? Мүмкінді ажырату үшін, ақиқат пен жалғанды ажырату үшін осы нәрсе құрылды. Демек, бұл нәрсе тек қана бір дәлелдеуді қажет етпейді, дәлел емес. Бұл нәрсе аксиома бойынша ғана дұрыс болып есептелетін болса, яғни белгілі бір адам дәлелдеуді қажет етпейді деп, ол өзі ғана алады. Басқа біреу оны алмайды деп жатыр да. Яғни мен бір нәрсені дұрыс деп аламын, төртбұрыш деп мойындаймын, домалақ қылып мойындаймын дейді да, и оны өзіне аксиома бекітеді. Сөйтеді да, оны да кім, мысалы, Рахмет өзіне бекітсе, демек екеуінің ойы бір жерден шығады. Ал енді жалпы ортақ объективті бұл қағида емес деп жатыр да. Бұл дәлел емес дейді. Егер ақыл дәлел болмаса, онда ештеңе дәлел емес. Яғни ақылдың қағидаттары нақты эмпирикалық әдістермен, эмпирикалық зерттеу тәжірибелерден, бүкіл осы уақытқа зерттелген нәрседен нақты соңғы нүктесі болмаса, бұл ақылдың қағидаттары, онда ол ештеңе дәлел болып есептелмейді. Сондықтан біз айтамыз, бұл ақылдың қағидаттары осы уақытқа дейін зерттелген нәрселерге қарап, нақты дұрыс және бұрыс, мүмкін және мүмкін емес, немесе ақиқат болу міндетті деген нәрселерді бекіткенбіз. Осыған қарап біз не шығарамыз, қорытынды шығара аламыз. Бір нәрсенің төртбұрыш екенін, бір нәрсенің дөңгелек екенін деген сияқты, бір нәрсенің бар немесе жоқ екендігін осылай айта аламыз. Және де исламдағы бүкіл қағидаттар осыған сәйкес келеді. Алла тағаланың бар екендігі, бір екендігі де бұған сәйкес келеді. Жаңағы өз айтқан Рахмет кеше, шексіз нәрсе бүгінгі күнге дейін жетіп келеді, шексіз нәрсе өзгере береді дейді. Бұл демек ақылды мойындамайды. Нақты шешім осы негіз. Менің емес, жалпы түсінікті осылай. Жақсы, ауыстыра бер. Так, Рахмет, өзің бір сөйлеп жүр. Мен сені следующий участник қылып қойдым. Не айттыңдар, не бірдеңе білесіңдер ма өзі, не айтып отырсыңдар?
В общем, мынандай. айтшы. Қай философтар керек қарап алыңдар. Факт, аксиома деген мағыналарын мән беріңдер. Разум ол дәлел бола ма, дәлел болмай ма? Егер сен жаңа мына нәрсені айтып жатсың да, үлкен өте үлкен қателік та ол негізінде мына нәрсені айтатын болса, жаңа сен разумды біз қабылдаймыз, бізге анау мынау дейсің. Қара, біріншіден мына нәрсені бастайық. Біз ақылды бар екенін қабылдаймыз. То есть біз оны аксиома ретінде де қабылдауымыз мүмкін, или факт ретінде. Енді өзіңе байланысты да, енді нені факт дейсің, білмеймін, сенің факт деген категорияң біртүрлі да, түсініксіз да. Енді біз любое доказательствоға келтіретін кезде мышление жасаймыз. То есть без этого мы не можем обойти. То есть біз оны разумды произвольно қабылдамайтын болсақ, еще біз оны жалпы дәлелдей алмаймыз. Бізде ешқандай сомнение, мышление, доказательство деген әңгіме никогда болмайды бізде. Сол үшін біз бұны аксиома ретінде қабылдаймыз да, сосын барып біз ары қарай мышление жасаймыз. Ол мышление ары қарай уже біз мынандай нәрсе айтамыз. То есть біз бір нәрсені келтіретін болсақ, бізге мышление керек. Біз бір нәрсені отрицать ететін болсақ, оған да мышление, разум керек болатын болады. То есть біз барлығын как исходное условие ретінде қабылдаймыз. А егер оны қабылдамайтын болсаң, неше сен не әңгіме айтқың келіп отыр мына жерде? Осыған байланысты. Кеттік, келесі. Рахмет, тұра, 1 минут. Мен саған қосымша уақыт беремін. Қасыңа бір адам шақырып алшы, мына жерде кімді қосайын? Керек жоқ ешқайсысы, өзім сөйлесе беремін. Шақырып алшы. Керек жоқ, рахмет. Өзім сөйлесе беремін. Или давай қазір тұрмын. Өзім сөйлесе берші. Пофиг, керек жоқ, смысл жоқ. Енді мынандай нәрсе. Біріншіден мен айтып отырмын, сен бір адамға бір нәрсені дәлелдеу үшін екеулерінде келісім шарт болу керек. Ол келісім шарт болмайтын болса, сен ештеңе дәлелдей алмайсың. енді мен сендерді Муслим 08 Әсет, сен де Серік ағаңнан кішкене тәрбие үйренесің ау деймін, айтып аласың ол нәрсені. Саған тәрбие бермеген ғой, сен біреудің личность данныйды ашуды үйренген адамсың, таза білмеймін, таза лас адамсың, жиіркенішті. Енді жақсы кетейік. Жаңағы Құдай туралы айтатын кезде сендер жалпы абстрактный нәрсені айтасыңдар. Абстрактный нәрсенің ішінде біз енді бір қабылдаған аксиомаларға байланысты енді утверждение, факт деп айтамыз. Сол разговор бойынша енді бір дәлелдемелер әкелуге тырысамыз. Бірақ ол дәлел бола ма, болмай ма, ол системаға байланысты. Сен аргументация алып келесің. Сол аргументті сен дәлелдеп қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба, это уже от тебя зависит. Мен сол нәрсені айтып отырмын. Егер мынандай ғой, егер бұл нәрсені қабылдамаймын дейтін болсаңдар, енше мен сендерге Құдай жоқ екенін қалай дәлелдеймін? Мен сендер Құдай жоқ деген кезде мен Құдайды идея деп қалыптастырамын. Ал егер Құдай идея болатын болса, мен оны пока дәлел болмайынша мен оны жоқ деп айтамын. Ал егер бар болатын болса, енше пожалуйста осы идеяны ары қарай воздвигать етіңдер деп, бар деп маған дәлелдеп берсеңдер болды. Сен маған түсіндіре берсең болады, Муслим бір. Так, болды ғой. Так. Құдай бар екен дәлелдей берсеші, мен Муслим 08 қандай шарттар қояды? Тоқта. Мына жерде айта берсін. орыс бауырларымыз келіп отыр екен, ол кісілерге де бір сөз беріп жіберейік, 1 минут. Амандасып. Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракатух. Петчагов, как вы? Как у вас дела? Махмуд, не заждались? Альхамдулилля. Не заждались? Да. Да, можете Нормально. говорить. Вы, Нормально, наверное, понимаете, о чем идет речь? Да, понял, тема идет. Да. Смотрите, во-первых, Ахмед сам себе противоречит. В прошлый раз он сказал, что когда я ему озвучил, что есть Солнечная система, он говорит, это система чисто в нашем субъективном понимании, а возможно это вообще никакая не система. То есть человек полностью подвергает научный метод сомнению. Соответственно, да, получается, что если мы видим какую-то систему, и научный метод как раз-таки он направлен на то, чтобы эти системы выявлять, Рахмет сказал, нет, возможно, это не система, возможно, это мы просто так считаем. А что это на самом деле, мы вообще не знаем. Это кантовская, тема, это все понятно. Теперь касательно разума, эмпирических доказательств, научных доказательств, вообще то, что у человека есть разум, нету. То, что они называют разумом, атеисты, это всего лишь химические и физические реакции, которые происходят случайно. Вообще, потому что все, что произошло случайно, оно не имеет никакой рациональной цели, вообще, задачи, о которой они говорят. Какие-то аксиомы. Как можно выводить аксиомы, если ваш разум является всего лишь случайностью? Как вы говорите, что это просто случайность, так получилось, никем не запланировано.
Раз это случайность, значит совокупность вот этих случайных процессов, они вообще не могут быть объективными. Поэтому, во-первых, они не знают, что такое, не могут доказать вообще наличие разума, они не могут МРТ сделать и сказать, вот это вот мысль. Сказать, вот смотрите, мысль вот так вот выглядит. У них нету таких доказательств научных. Они не знают, что такое разум. У них нет определения, что такое разум. У современных атеистов. У классических атеистов разум, у них такое было определение, это отражение материи в мозге человека. Классические атеисты так говорили. Но это тоже ошибка, потому что у мозга нету свойства отражать материю. Самое правильное объяснение разуму дает ислам. Что такое разум? Разум – это способность связывать полученную информацию с реальностью. Аллах в Коране говорит, и Аллах научил Адама именам. То есть всю информацию об окружающей реальности первый человек Адам получил от Аллаха. По-другому это не работает. Невозможно, чтобы человек, не имеющий источника информации, стал разумным. Это подтверждается эмпирически. То есть за последний век, 20 век, 48 случаев детей Маугли, которые жили среди животных, и они были неразумными. Соответственно, для того, чтобы появился разум, необходим источник информации. Поэтому правильное определение разума – это способность связывать полученную информацию с реальностью. Все, вот единственное правильное объяснение, что такое разум. А вы, атеисты, вы просто являетесь случайным, бессмысленным набором атомов. Вообще, если опираться на вашу, скажем так, позицию, конкретно на вашу позицию, вы бессмысленный набор атомов, не более того. Потому что у вас нету преобладания одного вида материи над другим. У вас нету критерия такого, чтобы один вид материи над другим преобладал. Потому что вся материя состоит из атомов. То есть ты, Рахмет, ничем не лучше стула. Такая же материя. Вообще никакого преобладания быть не может. У вас потому что критерия нету, чтобы одну материю сравнивать с другой. Вы все материя. Поэтому у вас никакого разума быть не может. Исходя из вашей же концепции, разума вообще быть не может. У вас просто химические, физические реакции в мозге вашем происходят, и они, по сути, являются случайными. Печагов, это у вас? Да, сейчас. Вот. Такая вот ситуация. Поэтому Рахмет сам себе противоречит то, что он сказал, что системы не существует. Это всего лишь наше релятивистское какое-то субъективное объяснение. Хотя это как раз-таки аксиома, что в нашем организме даже системы существуют. И эта аксиома, она не требует доказательств. Вот. Ну все, Рахмет. Печагов, я вас отключу. Ага, все. Блин. Муслим 08 қойсыншы деп жатыр еді, соны қойып жүрсе. Шоу-таймды өшіріп қайтып қосам ғой. Муслим 08 өшіріп сөйлем деп жатыр, жазып отырмын. Иә, ой, СССР-да тұрамын ғой, не білем. Шоу-тайм неғып кетті ғой. Кетті ғой менде ше. Жақсы. Все, пока айта бер, рахмет, айтарың болса жауап бере бер. Айта берейін ба? Жақсы. Просто Муслим 08 айтып алсыншы деген ойлап отырмын негізінде. Мен просто өзіме Жақсы, жарайды. В общем, анау орыс дейді, не айтты, не жеді, мынандай, короче, не тыңдағысы келеді, өзіне айналдырып алып, біздің қазақша айтқан кезде тәпсірлеп алған адам ғой, өзі не айтып отқан, өзі түсініп отқан жоқ. Ладно, жалпы факт, гипотеза, теория деген нәрселер, жалпы сенің чувстволарың, сені по идее мен бұны былай бастау керек еді. Давайте Муслим 08 мынадай әңгімеден бастайық. Ақыл деп отырсың ғой. Біз ақылдың әлі аксиома емес екенін енді білмеймін, сендерге басқаша қалай түсіндіру керек. Енді сендерге на пальцах түсіндіруге тырысып отырмын, бірақ білмеймін. Даже сен мына нәрсеге жауап бере алмайсың ғой. Мысалы, сен 5 чувство, мысалы сенде 5 сезім мүшесі бар, иә? Сол 5 сезім мүшесі саған дұрыс анықтама беріп тұр ма, жоқ па екен? Оны да сен анықтай алмайсың. Сен тек қана қабылдайсың.
қабылдайсың, сосын бар ары қарай рассуждение жасайсың. Сосын анау мына нәрсеге жауап беріңдерші, материяда емес, нематериальный емес деген нәрсе туралы сендер қалай представить етесіңдер жалпы? Мысалы, Құдай туралы бір болмыс айтасыңдар, и сол Құдай туралы айтқан кезде сендерде құдайларың болжамдардан құрастырылған да, и аксиомалардан құрастырылған. Білмеймін қандай нелерді аксиома алып алғандарың, бірақ сол нәрселерді ашықтап жіберсем, 808 дұрыстап сөйлесіп көрейік, пусть у нас будет конструктивный диалог, и дұрыс әңгіме болсын деп айтайық. Если диспут қаласаң, диспут болсын, или дебат десең, ешеме желание жоқ, мен ұрысып керісіп отырған. Не ғой, рахмет, айтып болдың ба? Иә, болдым, иә. Муслим 08 болсын. Муслим 08-ді қойып жіберейін. Все, тыңдап алайық. Айта беріңіз. Иә, бисмилля. Так, біріншіден мына нәрсені айта кетейін. Қазір бұл жігіт өзі логика, ақыл деп айтады. Я проблема жоқ, дұрыс сөйлесетін болсақ, дұрыс сөйлесеміз. Бірақ өздері дұрыс емес, андай высокомерие, тәкаппарлықпен келсе, оны сол мәселесімен күтіп аламыз, проблема жоқ. Енді айта кететін дүние мынау. Бұл жігіт логиканың ережесін мойындайды, қабылдайды, классикалық логиканы қабылдайды, бірақ сол жерде өзі қателік жасайды. Қандай? Бұл қазір қателік жіберіп тұр. Бірінші, тепе-теңдік заңында үлкен өрескел қателік. Болмыстық қабілетпен логикалық ережені шатастырып жатыр да. Сол себепті бұл жігітте проблема туындап тұр. Ақыл ол қабілет та, ол қабілет, ол сенің бойында қабілетін, сен ақ пен қараны ажыратасың, сенде іс-әрекеттерінде реттілік болады. Бұның бар екені факт, бәріміз мойындаймыз оны. Ал сол ақылдың себебінен қалыптастырып тұрылған логикалық ереже қағиданы аксиома деп айтады да. Аксиома деп айтады. Енді егер аксиома ретінде біз бәріміз мойындап тұрсақ, оны мен де мойындаймын. Ақыл бар адамда. Бірақ бір адамдар бар ғой, жаңа айтты ғой, детерминистер, атеисттер бар, материалисттер бар, который адамда ақыл жоқ па? Болды, значит, оны бүкіл адам қабылдап тұрған жоқ деген сөз шығады. Значит, ол аксиома болмайды, егер былай терминдік сөйлесетін болсақ. Ол факт. Ақылдың бар факт деңгейінде қалады. Енді ол факт болатын болса, ақылдың барлығы, онда ол дәлелденуі керек. Сол үшін біз сұрап жатырмыз бағанадан бері. Нұржан, ақылдың бар екенін сенде мен де мойындап тұрмын. Бірақ бар екеніне сенде не дәлел? Мәселе осыда, сен алдында өзің эмпирикалық дәлелді әкелдің ол кезде. Бірақ оның қате екенін түсіндің да, қазір басқа жаққа секіріп алдың. Сен ол кезде былай айттың. Эмпирикалық дәлелдер арқылы біз ақылдың бар екенін білеміз дедім. Бірақ ол ақылдың барына дәлел емес, эмпирикалық дәлел. Ол жанама дәлел. Ал ақылдың барының өзінің тікелей дәлелін сен тауып әкелу керексің ғой. Ол ғайып нәрсе, ол ұсталынбайды, ол көрінбейді, ол ешқандай. Сен бұл әлемдегі наблюдение арқылы сен оны біле алмайсың никак барын. Болды, мәселе осы да. Сол үшін сен темадан қашпа да, секірме, айттың ба, дәлелде. Дәлелдеген кезде де логикалық тұрды дәлелдеп жатсың ба, болмыстарды шатастырма. Логикада сен өзің білесің, тепе-теңдік заңында ұғымдарды шатастыруға болмайды. Сен болмыстық қабілетпен логикалық ереже екеуін шатастырып жатсың. Біреу факт, біреу қайда А тең Б болып тұр да. Осы проблема сенде. Сен барлық жерде осы проблеманы жасайсың. Саған үйретіп біз шаршап жатырық та. Бауырым-ау, жаным әшейін қазақтың баласысың. Орыс қолтықты жақсы көресің, орыс тілін. Түсініп тұрық. Бірақ қазақ болсай, сен зертте, ізде, қара. Саған осыны айтып жатыр. И когда адам өзінің надандығымен өзін адастырып жүрген кезде басқа дұрыс жолда жүрген адамдікі қате деген күлкілі кетеді деген да маған. Сондықтан, егер білмесең, оқы. Университетке түс, жаңағы философия оқы, кітаптан оқыса жүйелі түрде. Жүйе болмағаннан кейін осылай шатасасыңдар да сендер. Проблема осы да. Енді келесі кезекті Жасик Нұрислам деген бауырымыз келіп тұр, ол кісінің тек кезегі келіп қалды, сөйлеп алсын. Мен айтарымды айттым, егер дальше жаратушыға байланысты сөйлесетін болсақ, онда ары қарай кете береміз. Бұның тағы бірдеңе айтып кетейін. Жаңа бұл бүйтіп айтты, біз оған дәлел болмаса да бәріміз қабылдап тұрсақ деді, аксиома ретінде. Значит, ол бар деді. Дұрыс па? Бұл жерде. Бұл ережеге келетін болсақ, онда жаратушыны да қабылдасын бұл. Болды. Кеттік. Нұрисламға бересің сөз кезегін. Нұрислам бауырымыз амандасып алайық. Нұрислам, ассаламу алейкум рахматуллахи. Алейкум ассалам рахматуллах. Қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Шүкір, аман есен. Жақсы әңгіме болып жатыр. Алла берекесін берсін, жеміс салсын. Айтыңыз бар ма?
айтарым бар я, ана жерде көп кісілер дінде логика жоқ басқа деп жатыр ғой, енді нақты дінде логика бар екеніне фактыларды келтіріп кетейік дінде болған оқиғаларға қатысты. Мәселен, атақты хадис бар, ана зина жасайтын жігіт, я Алланың елшісі, маған зина жасауға рұқсат беріңіз дейді. Сонда Алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған логикамен жауап береді. Нақты ол жерде ақырет туралы аяттар түсірілген, тозақ бар екендігі, ертең Алланың алдында сот болатындығы туралы хабар бар пайғамбарда, уақи келіп тұр. Бірақ ол жігітке зина істегендік үшін тозаққа түсетіндігі жөнінде, Алланың алдында жауап беретіндігі жөнінде айтылмайды мүлдем. Жаңа жігітті қасына алдыртып алады да, сен соны әпкеңе қалайсың ба? Сен сол нәрсені қарындасыңа қалайсың ба? Сен сол нәрсені анаңа қалайсың ба дейді. Яғни салыстырмалы түрде логикалық тұрғыда сөйлесіп жатыр. Сонда ана жігіт жоқ дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдар да сол нәрсені қаламайды дейді. Бұл жерде уағыз айтып тұрған жоқ, болмаса Құран аяттарын айтып тұрған жоқ. Нақты логикалық тұрғыда қойылып тұрған сұраққа, яғни сұранышқа нақты логикалық жауап беріп тұр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бұл дінде нақты логиканың бар екендігіне дәлел, бірінші момент. Екінші момент, жалпы мынау рахметке айтатынымыз, үнемі айтамыз осы. Бірінші ортаға екі оппонент, мысалға Муслим мен Рахмет бір тақырып қойды ма, сол тақырып төңірегінде ары қарай әңгіме өрбу керек қой. Жекеге шығып, үшінші тарапты айтып, ананы айтып, мынаны айтып қажет жоқ, ол өсек әңгіме болып кетеді. Нақты ортаға тақырып тасталды ма, сол тақырыпты сөгу керек екі жақта. Мысалға Муслим өзінің тарапынан, Рахмет өзінің тарапынан. Сол кезде түсінікті болады. Сол кезде адамның да білім деңгейі көрінеді, сол жерде ашықталады. Дұрыс. Иә, осылайынан болса, кәдімгідей конструктивно дұрыс диалог болады да. Иә. Ұсынысым осы ғана тек қана. Болды. Нұрислам бауырым, Дастан ұстаздың кезегі қапты, сөз беріп жіберейік. Жақсы. Рахмет. Дастан ұстаз, айта беріңіз. Иә, жігіттер жаңағы мәселе, бұл айтып жатқан, жаңағы Рахметтің айтып жатқан, мен түсіндім, жалпы алдында ол алғаш сөйлескенде түсінген мен бұл жігіттің неге байланысты нені айтып жатыр деген сияқты да. Жалпы бұл жігіт мысалы ақылдағы, классикадағы 4 қағиданы мойындаймын десе, 4 қағида мойындаймын десе, кез келген нәрсенің дұрыс немесе бұрыс, бар немесе жоқ екенін сол қағидаларға сай дәлелдеу керек екенін білем екен. Және де изначальный посылка дейді, ең алғашқы жаңағы келтіретін мысал немесе келтіретін нәрсе бар ғой. Мысалы бір нәрсені айттық, сол нәрсе ол дұрыс па, бұрыс па, соны біліп алуымыз керек деген сияқты да. Жақсы. Біз мысалы эмпирикалық әдістермен, яғни тәжірибемен, зерттеумен, бес сезім мүшесіне бағына отырып, зерттеп тәжірибемен қорытынды жасайтын нәрсені біз жасаймыз. Қолымыздан келгенше, шамам жеткенше сол нәрсені зерттейміз, сөйтеміз да қорытынды шығарамыз. Оның өзінде ықтималдықпен шығарамыз. 100% деген нәрсені айтпайды. Яғни ақыл, ол жерде не кетеді уже? Эмпирикалық әдісте 100% болмаған жерде ақылда 100% кету керек. Түсінесіздер ма? Яғни ақылдағы 4 қағидаға кету керек. Демек, мысал айтайық, мысалға адамды от күйдіреді ма десек, адамдар айтады, я, от күйдіреді дейді. Яғни күйдіруші от қой дейді да. Я, от дейді. Демек, осы жердегі себепке байланысты айтатын болсақ, ал енді бір адам отқа күймей қалса, онда не болады? Ол мүмкін емес жағдай ма? Жоқ, мүмкін жағдай. Өйткені жалпы адам, мысалы, отқа қолын қоюмен немесе отқа адамның жанасуымен, денесін жанасуымен ол нәрсе белгілі бір уақытта күйдіру мүмкін, немесе белгілі бір аз уақытта күйдірмеу мүмкін. Яғни ол жерде от денеге жанасқан кезде, яғни от материя осы жерде денеге тиген кезде, ол не болу керек?
ол жерде тек қана көзбен көретін нәрсеге ғана сенетін болсақ, ол кезде материя ғана әсер етті дейтін болса, демек от тиді ма өртей жіберу керек. Яғни оттың уақытша өртемей қалуы, немесе кейбір кезде ол отқа мүлдем өртенбей қалуы ықтималдық бар да. Ол жерде от 100% өртейді деп ешбір айтпайды. Ықтималдық береді. Көп жағдайда 90%, тіпті 99% бере берсін. 0,1% қалса да болды, бізге жеткілікті болады. Ол кезде неге салынады? Ақылға салынады. Демек, ақыл оны ажыратады. Кейбір жағдайда күймей қалуы мүмкін, кейбір жағдайда, көп жағдайда деп айтайықшы, күйі мүмкін. Яғни күймеуі де мүмкін деп соны бекітеді. Демек, эмпирикалық әдіс қана дәлел болады. Ақыл ол нәрсеге инструмент болады да, аксиома болып, ол нәрсе дәлелді қажет етпейді. Яғни көзге көрінген материядан басқасын бәрі ол дәлел емес деп айту қате. Демек, біз бір нәрсенің дұрыс немесе бұрыс екенін білген кезде не істейміз? Ол нәрсенің, яғни эмпирикалық әдіспен дәлелдеп жатқан кезде ықтималдық берінің өзі ар жағында айтып тұр. Нақты екі түрлі жағдайды уже ақылдың 4 қағидасы деп айтайықшы, ақылдың 4 қағидасына саламыз, оған келмей ма, оны не істейміз? Оны жоққа шығарамыз, оны абсурдқа жібереміз. Міне осылай жұмыс жасайды. Бұлар айтады, тек қана эмпирикалық әдіспен ғана зерттелсе, көрінсе, бес сезім мүшесіне ғана бағытталса ғана ол дәлел, қалғанның бәрі қалаған адам қалағанша түсініп алсын. Ақылды біреу мойындаса мойындасын, мойындамаса мойындамасын дейді. Бұл толыққанды қате. Жақсы, осы. Жақсы. Рахмет, осы жерде мен саған бір сұрақ қойып жіберейін. Жалпы мен саған бағана сұрақты қойдым, бірақ жауап ала алған жоқпын әлі күнге дейін. Соған нақты жауап беріп кетші. Жалпы бір нәрсенің ақиқат екенін білу үшін, ақиқатқа жету үшін негізі қанша жол бар? Не айтты ал? Түсінген адамдар түсініңдер. Мұсылман бір мен айтып отырмын. Ақиқат деген нәрсе мен қабылдаған ортақ түсініктемелерді қабылдасаң, саған ақиқат болып есептелінеді. Бірақ оның өзі как аксиоматично берется. Кез келген мысалы ақиқатқа мысалы бір кітапты аламын да, мына кітап мынандай деймін, қағаздан жасалған деймін. Осы нәрсе мысалы ақиқат болып есептеледі екеумізге. Соның ақиқат екеніне біз қалай жеттік? Так, былай істейікші, мұсылман бір, бұл жерде былай бола ма? Мысалы, сенмен бір сөйлесеміз сосын, Мусим 07 сөйлесеміз сосын, отырам да, Дастан сөйлеп алады, Нұрислам сөйлеп алады, дей круговорот. Ортақ әңгіме ғой. Ортақ әңгіме. Жақсы, мынандай қара. Бізде жалпы мен жаңа мысал ретінде келтірдім, чтобы сендерге на пальцах түсінікті болу үшін. Мысалы, кейбір адамдар бар, мысалы, матрицада өмір сүрем деп ойлайды. Мынандай нәрсе бар. Біз қазір категория беріп отырық қой. Факт, гипотеза, теория, аксиома деген сияқты. Мынандай бар. Мысалы, жаңағы егер кітаптарын оқитын болсаңдар, философтардың өзіндерінде, мысалы, кейбіреулер айтады, жаңа мен Декартты мысал ретінде келтіріп кеттім. Егер хотите, көп Аристотельден бастап қаншамасын айтып беруге болады. Енді білмеймін, Декартқа сүйенеді екен да, көбінесе мен сол үшін айтып беріп отырмын. Декарттың өзінде де басында мына нәрсе айтады. Мен өмір сүремін, значит, я чувствую деген нәрсені қабылдайды как аксиома. Сосын барып, дальше уже переживание, сомнение барлықтарын фактқа балады. То есть, бұл былай. Бірақ бұл барлықтарын фактқа алады, бірақ оның дұрыс емес екенін анықтау үшін тағы да бір аксиома керек. Не керек? Ол кезде уже ережелер, қағидалар құрастырады. Ол ережелер, жаңа біз айтып отқан логикалық, жаңа классикалық логика дегенде дұрыс түсінбей отыр бұл кісілер. Дастанда Мусим 08-де. То есть, классикалық логика ол ақиқат деген сөз емес. Классикалық логика ол инструмент. Инструмент ол қалай жұмыс істейді? То есть, сенің алғашқы берілген данныйларыңа байланысты сен соның ішінде, мысалы, біреуін ақиқат, біреуін өтірік деп аударатын болсаң, сол инструмент аударып береді саған. Бұл былай айтқан, енді қазақша переводын білмей тұрмын, оның английскім жасалатын нәрсе. Аудармашы деп айтайын ба, қалай болады? То есть, қара, сенде мысалы А дегенді, мысалы мен Мусим 08-дің тілінде түсірейін. А дегенді бір сөзді кәдімгі тождествление жасайтын болсаң, тепе-теңдік. Сол А-ның
сен изначально посылка дұрыс па дұрыс емес екенін анықтамасаң, ол просто бір болжамдардан құрастыра берсең, сол классическая логикада сен формальность емес, бұл валидность деп аталады. Валидность деген сен сол анау классикалық логиканың заңдамалары дұрыс жұмыс істеп тұр ма, соны ғана анықтайсың. Ал формальность уже ол ақиқат па, ақиқат емес па, сен алғашқы данныйларын дұрыс па, дұрыс емес па, соны зерттейтін нәрсе. Сен сол екі ұғымды путать етіп отырсың қазір. Валидность это просто жұмыс істеп тұрған, жұмыс істеп тұрған жоқ. Мысалы, сен алғашына мынандай посылка бересің, валидность туралы түсіндірсем. Мысалы, былай айтасың, адамдар өлмейді дейсің, мысалы, А тепе теңдік, адамдар өлмейді деп айттың. Сосын енді кеттік. А тепе теңдікке қарайсың да, сен өлмейді деп айттың, бұл валидность. Сен енді келістіресің, так, қарама қайшылық заңы. Қарама қайшылық заңында қарайсың. Екінші посылка бар, мысалы, Сократ деп алайық, или мысалы, Муслим 08. Мысалы, Муслим 08 өле ма? Жоқ, өлмейді деп айтады. Келесі, үшінші закон исключенного третьего, то есть үшінші қағиданы жоятын заң деп айтамын, енді қалай болады. Сол заңдамада былай айтады, то есть алғашқы посылка дұрыс па, дұрыс емес па, то есть Муслим 08 өле ма, өлмей ма? Сол кезде өлмейді деген таңдайсың, өйткені сенде алғашқы берілген посылка сондай болып тұр. Бұл валидность деп аталады. Ал енді оны формальностьті қарайтын болсаң, онда сен қаншама қағидаларға кетесіңдер. Онда барлығын қолдануға тырысасың. Сен енді бірінші алғашқы посылка дұрыс па, дұрыс емес па, оны анықтайсың. Сосын барып сен алғашында не нәрсені аксиома дедің, соған да байланысты. Ал сендер Құдайды как модель, как необходимость ретінде дәлелдеп жүрсіңдер. Вот осы жерде сендерде қателіктерің. Сендер необходимость, модальная логика, ол классикалыққа жатпайды, потому что необходимость дегенде сен дәлел жоқ, сен тек қана белгілі бір тұжырымдарды қабылдап аласың. Дәлел жоқ, бірақ сен частично болсын бір нәрсе, бір балама қылып жасаған келеді, бірақ оның өзі дұрыс емес екенін анықтай алмайсың. Сол үшін сен өзің құрастырасың. Философияға кетпеші, рахмет. Жоқ, философия емес, бұл элементарно на пальцах түсіндіріп отырмын мен қазір. Бүйтейік, просто екеуін путать етіп отыр қазір. Нормально, бәріміз сабамызға түстік қой. Главное. Я нормально. Нормально сөйлесіп отыр. Мен шоудан өшірем онда. Жоқ, өшірме. Жас тоқтай тұр. Қайттан сол әңгіме басталып кетеді қазір. Так, біріншіден айтатын нәрсе мынау. Біріншіден бұның ережесі бойынша бір адамдар бір уақытта бір нәрсені общий қабылдаса, значит ол бар болады. Бұның қағидасы. Егер біз жоқ, біз үшін сен айтып жатсың. Біз үшін қазір барлық адам ақыл бар деп қабылдайтын болса, значит ол бар да. Болды. Значит, сен бір нәрсені дәлел қылып аласың, то что общий ол нәрсені қабылдайтын болса, енді қара. Егер біз олай келетін болсақ, то что аксиома болады, егер оны общий бәрі қабылдайтын болатын болса, значит ақыл бар. Енді бұл қаншалықты дұрыс дейтін болатын болсан, кезінде орта ғасырда бүкіл барлығы күн жерді айналады деп қабылдаған. Значит, ол аксиома болып қала ма? Ол қалмайды, ол қате болады. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, сен логиканы айтасында, классикалық логиканың бірінші ережесіне өзің қарсы шығасың. Сен адамның болмысындағы нәрсемен категориялық қателік жасап тұрсың. Болмыспен логиканың ішіндегі заңдылықты айтып тұрсың. Болды, осы нәрсе. Сен өзің не айтып қойып атқан өзің түсініп атқан жоқсың. Енді ақылдың бар екендігін сен любой жерге іздесең, ол жерде айтады, ол факт дейді. Болды, ол аксиома деп айтпайды ол нәрсені. Өзің не айтып, не қойып атқанды өзің түсініп атқан жоқсың, Нұржан. Енді мен сені сұрап жатырмын. Сен ақылдың барлығын бар екен мойындап тұрсың. Бірақ оның бар екен қаяқтан біліп тұрсың, сен мен бармын, сол бар деп тұрсың. Жарайды, оны да мойындап қабылдап тұрайық. Хорошо. Қазір 1 минут. Так. Рахмет, айтарың болса айта бер. Жап-жаңа түсіндіріп кеткен нәрсені круговоротпен айтып жатырсың. Значит, ол адам жоқ болса, ақыл жоқ болады адамда, дұрыс па? Рахмет. Нұржан? Әсет, сен что-то вообще басынан бастап тым түсінбедің ғой. Осы қара, сенің ережең бойынша, біз қазір бүкіл адам, барлық адам қазір. Әсет, тоқта. Басынан бастап түсіндір. Басынан бастап. Мен не айттым? Қара, логика, сен бүйтіп айттың. Біз барлығымыз дедің, барлық адам, барлық абсолютно адам. Ақыл бар деп қабылдайды дедің. Я деді, қабылдайды. Мен де сен де бәріміз мойындап тұр. Сол үшін ол аксиома деп тұрсың. Ол дәлелді қажет етпейді дейсің. Енді қара. Орта ғасырда барлық адамдар күн жерді айналады деген да. Күн жерді айналады деп айтқан.
Енді ол аксиома бола ма? Қабылдаса барлығы Күн жерді айналатыны туралы бірінші сен изначальный посылка ең басынан баста. Бірінші мышление қалай басталған оларда. Содан бастайсың. барлығы бір нәрсені қабылдап тұрса, бірақ ол ақылға қайшы болып тұрса, ол сен айтқандай жұмыс істей ма? Қара, сен вообще мына жерде вообще манадағыдай сен теплый мен мягкойды путаешь. Сұрақ қойып тұрмын, қара. Сұрағың теплый мягкой мен путать етіп отырсың, сол үшін қате болып тұр. Сұрақ қояйын, жауап бересің, қара. Енді Менің ойынша барлық адамдар бір нәрсені қабылдаса дәлелсіз, ол аксиома болады да, значит адамда ақыл бар дедің. Енді дәл сол логикамен барлық адамдар бір нәрсені қабылдаса, бірақ ол логика қарсы болып тұрса, ол аксиомалық деңгей бола ма? Болдың ба? Ай, андай шимайланған нәрсені басынан бастап шешіп беруге бар ғой, кейде желание ашып, ну ладно, попытаемся. ғылым бар емес. Попытаемся объяснить. Подождите, енді тоқтаңдар. Рахмет, сен өйтіп тәкаппарланып, Мен тәкаппарланып отырған жоқ, потому что сөйлессең, сөйлеспесең қоя сал. енді тоқтаса, енді мен айтып тұрмын, шимайланған нәрсені бір не жасамашы, өзіңнен важный персона жасамай-ақ қой. Сенде мысалға мен сендерге основасын айтып отырмын қазір. Қазір қарашы, Нұржан, сенде көп қателіктер кетіп жатыр да, бірақ перебивать етпей. Қандай қателік? Сендер маған бір ғана нәрсе әкеліп сөйлесейікші қазір. Тоқтаңдар. Сен заңдамалар білесің ба хотя бы? Қандай қателіктерді айтып жіберейін. Давай, менің қателіктерімді айтып берші, өтініш. Қандай қателік? Сен категориялық қателіктер жіберіп жатсың. Категориялық қателік деген не бірінші басташы осыны? До конца айтайын. Сен болмыспен, мынау қателеспесем эпистемологиялық деген категориялар шатастырасың. Логикадағы ережені аласында болмыспен шатастырып жатсың. Бұл бірінші қателігін. Екінші қателігін, көпшілік не нәрсені дәлелсіз қабылдаса, сол аксиома деп тұрсың. Бірақ болуы мүмкін ғой, көпшілік бір нәрсені қабылдап тұрда, бірақ ол аксиома емес, керісінше логикаға қарсы боқпаса, ол не болады? Вопрос осыда. Вообще эпистемология не үшін айтты? Жақсы, Нұрисламмен кішкене сөйлесші. Не, Нұрисламмен сөйлейші мен. Жақсы. Связь құрастырыңдаршы әңгімелердің арасында. Жақсы. Қарапайым логиканың 4 заңдылығына қатысты сөйлесейікші, сол мәселеде сенде көп нәрсені түсінбей тұрсың ше? Жақсы, түсіндір. Жақсы. Закон тождествоны түсіндіріп берші маған. Қалай түсінесің? Маған түсіндірем деп отырсың, мен қателесіп отырып. Жақсы, қалай түсінесің? Теңдік заңы, тепе-теңдік заңы. Міне, рахмет, қара. Сенің аузыңнан шықты қазір, тепе-теңдік заңды. Тождество деген сөз равенство емес, біріншіден, рахмет. Тождество деген ұқсату, отождествление. Енді қара, неге тең болмайды? Тең, тыңда енді, рахмет, мен айтып қояйын. Сенің аузыңнан шықты жаңа теңдік заңы. Теңдік заңы деп айтылмайды жерде. Закон, енді тыңда. Рахмет, мен жеткізейін да. Тілдік мағынаға кішкене қате кетіп отырсың. Қағиданың бірінші қағидасын өзің қазір 1 минут тыңда. Жеткізейін. Сен 4 заңның уже біріншісін дұрыс түсінбей тұрсың ғой, теңдік заң деп жатсың. Теңдік заң болмайды, рахмет. Түсіндіріп берші, қалай жұмыс істейді? Мысал, бір мысал келтір қазір. Қара, мысал келтірейін. Элементарный бәрімізге түсінікті мысал. Қолымызда телефон тұр бәрімізден, дұрыс па? 2 айфонды алайық. Былай басашы, Нұрислам, тоқта. Закон тождества. Нұрислам, условия қойма, тыңдасай. Өтініш, мен түсіндірейші. Қазір логика деп жатсыңдар ғой. Давайте до конца кетейік. Предикатын айтмаған қазір, қайсы квантор, барлығын түсіндіріп беріп айтшы. Басынан бастап кетші. Қашпа. Керек емес ондай. Жоқ, қалай керек емес? Сендер білеткесіңдер ғой. Білетін болсаңдар, давайте делайте маған. Бірінші предикатын жаса, кванторын түсіндір, сосын барып посылканың силлогизмін түсіндір, посылка откуда возник. Сосын 4 заңға саласың. Тыңда. Рахмет, сен тепе-теңдік заңдылығы дедің. Тепе-теңдік заңдылығы болмайды вообще абсолютно. Тождествление, я от тебя отличие, я знаю. Өтірік қандай сөз аудармасаңдар, мен қазақшаға аударылмаған соң. Закон тождества деген... Какое еще сравнение? Я тебе говорил, что я сравниваю, что ли? Рахмет, сенің аузыңнан шықты ғой жаңа тепе-теңдік заңы деген мен саған давай, тогда, подожди, давай, тыңда. Енді тыңдасай мен саған түсіндірейін. Тоқта. Сендер бұлай демагогия не занимайся, пожалуйста. Демагогия не занимайся.
рахмет, Битші. сенің қателігін түсіндірейін да, тыңдасай. Пипец они өтірік. Рахмет, Рахмет, қара. Иә, не деген мынау ұрысқақ жігітте. Мен сенің қателігін түсіндірейін да, сен жаңа айттың ғой, түсіндір дедің ғой. Закон тождества деген отождествление, салыстыру, яғни тепе-теңдік болмайды, ешқақ, никак тепе-теңдік болмайды. Бұл әлемде еш нәрсе тең болмайды. Миыңа құйып ал осыны, нақ құйып ал. Элементарный екі затты салыстырайық. Екі iPhone бір модельді алсаң да, екеуі никак тепе-тең болмайды. Неге? Өйткені екеуінің сипаттамасы ұқсас болғанмен де, екеуінің заты бір ресурстан алынбайды никогда. То есть элементарный металлы болсын, пластмассы болсын, стеклосы болсын, то есть сырьёның бәрі песок болсын, құм болсын, ананы алған сырьё бір точкадан алынбайды ол. Себебі сол бірінші координацияда алынған элементтердің бәрі сол бір айфонға кетті де, екінші координацияда алынған элементтер екінші айфонға кетеді. То есть ұқсас болады, бірақ тең бола алмайды абсолютно бұл әлемде еш нәрсе. Бұл бірінші сипаттамасы тұрғысынан. Екінші, әлемдегі орналасқан координациясына байланысты екі зат бір уақытта бір координацияда абсолютно тұра алмайды. Соответственно, екі нәрсені сен абсолютно тең деп ала алмайсың екі затты. Жоқ, ол ондай заң емес. Кімнің регесі? Жоқ, ол тепе-теңдік заңы былай. Жоқ, тождество деген, закон тождества деген ұғым, екі нәрсені салыстыру үшін сипаттамасына келесің. То есть сипаттамасы ұқсас болу керек. Сипаттамасы ұқсас болу керек. Муслим, бұл былайынан шығады бұл мәселе. Мысалға мен саған сұрақ қояйын. Ол басқаша. Нұреке, мен оны былай түсінем. О, закон тождества деген бір ұғым, бір тұжырым, жалпы. Рассуждениенің басынан аяғына дейін өз-өзіне тең болу керек. Объяснение осылай оған. Жоқ, закон тождества деген былай нәрсе. Екі нәрсені салыстыратын болсаң, оның сипаттамасын әкелесің. Мысалға, муслим адам ғой, дұрыс па? Муслим 11 адам, Нұрислам да адам. Екеуінің адам ретіндегі сипаттамасымен тең қылыласың. Бірақ муслим 11 неміс болатын болса, Нұрислам қазақ болатын болса, екеуінде уже сипаттамасында айырмашылық бар. Түсіндіңіз ба? Закон отождествлять деген отождествлять деген ұқсату сипаттамасымен. Түсіндіңіз ба? Осы нәрседе еш нәрсені сен тең қылып ала алмайсың. Өйткені абсолютно екі нәрсе тең болмайды ешқашанда. Түсіндіңіз ба? Ол үшін де сөзде тепе-теңдік заңдылық деп айтуға болмайды. Сол үшін де отождествление, тождество деген сөзді пайдаланып тұр. Равенство деп тұрған жоқ ана жерде логикада. Тождество деп тұр. А тождество деген ұқсату. Түсіндіңіз ба? Ұқсас болады, бірақ тең болмайды. А тең А деген абсурдный қателік. Мен логиканы өзім изучать етіп оқыған адаммын. Қателеспесем 56 жылға дейін ба А тең А деген ұғым енгізілмеген вообще логиканың пәніне, предметке. 78 былай қарата, менде кітаптар бар да, ескі кітаптар. Солардан ашып көрсете аламын нақты деректермен. А тең А деп қосып жүрген қазір. Енді А тең А бірдей болу үшін жаңағыдай біріншіден заты бірдей болу керек, а заты никогда бірдей болмайды еш нәрсенің. Түсіндіңіз ба? Ресурс кетіп қалды уже бірінші объектіге. Екінші объектіге уже новый ресурс керек болады. А екіншіден координациясы. Түсіндіңіз ба? Екі зат бір әлемде, екі зат бір координацияда бірдей орналаса алмайды. Өйткені ол координация уже занят. Бірінші объектпен мысалға, А1 объектімен уже занят. А1 объектімен А2-ні салыстыру үшін, ана А1-ді алып тастап орнына қою керексің. Соответственно, жылжып кетеді басқа жерге координацияға. Түсіндіңіз ба? И соответственно, сен әлемде еш нәрсені тең деп ала алмайсың. Еш нәрсе тең болмайды әлемде. Понятно. Осы қателік мұны рахметте нақты қателік. Теңдік заңы деп айта алмайсың, еш жерде айта алмайсың оны. Салыстыру заңдылығы болады. То есть сипаттамасын салыстырасың, сосын жаңағыдай әлемде орналасқан координациясын салыстырасың. Затын, сосын координациясын. Енді осы ғой бағана бір айтып қаламыз. Рахметтің жауабын көрейік. Не айтады екен? Жақсы. Рахмет. Ё-моё, хорошо, мен түсіндіріп кете қояйын. Мына кісі торжество, отождествление вообще мағына беріп тұрған жоқ. Бірінші қараңдар. Жарайды, мен де сөз мағынаға кетейік па? Дальше келдік. Торжество деген нәрсеміз, когда сен объекті өз-өзіне теңестіресің, то есть объект равен самому себе, да, мен де сөйлесем олай болса. Отождествление — это действие, это процесс. То есть, когда ты считаешь два разных объекта одним и тем же. Енді логикада, Нұрислам, шатыспа сен олай.
логикада логический тілдері бар өздерінің. Бірінші саған қазақша түсіндіріп берейін. Өзінің тілдері болады сөйлесетін. Сол кезде а деп бірінші переменный бастайды. Сол а тең мынандай дейді. Осыны отождествление деп атайды. Осыны тождество дейді. Ал сен келіп алдың да адам мен итті бір-біріне тең деген сияқты әңгімені айтып отырсың ба? Почему сен такие? Сен кітап оқымағансың, значит, мен солай түсініп отырмын. Онда просто отождествление деген сен переменныйға значение беруіңді айтып отыр. Сен мысалы логиканың заңдамаларында, мысалы тождествода а тең а болса, сен закон не противоречия, сен даже бар ғой, мына нәрсені қате путаешь, кстати. Не деп айттың жаңа? Тілдік мағына кететін болсақ, отождествление и сравнение екеуі бөлек нәрсе, екеуі бір нәрсе дедің ба? Хотя по факту екеуі екі бөлек нәрсе емес па? Отождествление, когда сен екі затты бір-біріне бірдей деп айтасың. Жоқ, бірдей деп айтты. Записьмен потом қосылам. Тоқта, менде де бар, уайымдама. Отождествлениені и сравнение екеуі бір деп айтты. Мен айтам, сравнение бөлек, отождествление бөлек. Отождествление это процесс. Бұл кезде екі нәрсені бір нәрсе қылдыруға тырысады. Ал сравнение, когда сен сходство мен различиясын анықтайсың, ол кезде выявление, бұл да процесс. Кеттік дальше. Сен жаңағы логикадағы а тең а деген кезде сен переменныйға значение бересің. Б деген кезде переменный значение бересің. Осы нәрсені тождество деп атайды, Нұрислам. Пожалуйста, андай заумные слова айтып, умничать жігіттер не стоит олай істеп. Пожалуйста. Все, осыны айтайын деген ғой, мұсылман бір. Вообще, андай, Петр қазір. Сосын мына нәрсені бастаңдар. Формальная логикамен сөйлесек, Нұрислам, если сен желаниең болса, маған валидность, невалидность, маған, так сказать, без формальной логики маған керек емес. Если хочешь, давай формально поговорим. Давай. Түсіндіресің, басынан бастап маған бастайсың. Посылка откуда приходит, посылка қалай жұмыс істейді, одан заңдамаларға қалай саламыз, қалай дұрыс болды, барын маған түсіндір, давай. Кітап оқыған адамсың ғой, тыңдайық. Так, хорошо. Болдың ма, рахмет? Иә, тыңдадым. Рахмет, сен қызықсың. Негізі әңгіменің басы именно сенің қателігіңнен басталды ғой. Закон тождествоны түсіндіріп берші дедің, сосын сен тепе-теңдік заңдылық деп, сен закон тождествоны тепе-теңдік дедің. Сосын мен саған как раз таки астын сызып айттым. Рахмет. Мынау сенің сөзің аузыңнан шықты дедің. Тождество мен тепе-теңдік бір емес. Наоборот, сен өзіңнің айтқан қателігіңді маған қарата адресовать етіп жатсың да. Как раз таки мен тақырыпты неге көтердім? Өйткені мен көріп отырмын да, алдыңғы эфирде де дәл осындай қателік жасадың да сен элементарный логиканың қағидаттарын дұрыс емес түсініп алғансың. Элементарный. Мәселен, мысалға сен закон тождествоны қазір мына жерге аудиторияға ашайық, нені түсіндіретін. Мынандай элементарный сұрақ қойылады. Сенің әкеңнің жасы қаншада деген сұрақ қойылады. Сразу айтып кетейін, сұрақ уже ошибочный сұрақ мына жерде. Именно логический контексті осы закон тождествоның орындалмағандығынан қате сұрақ болып кеткендігі туралы айтылып жатыр. Сенің әкеңнің жасы қаншада деген сұрақ қойылады. Мысалға бір 20 жасар баладан. Сосын ол тұрады да, менің әкем жасы 50-де дейді. Жоқ, мен саған сұрақты сенің әкеңнің деп именно сұрап тұрмын дейді. Яғни сен туылмай жатып, ол сенің әкең болды ма дейді оған, 20 жасар балаға. Сосын ол тұрады да, жоқ, мен туылмай жатып, ол менің әкем болған жоқ, туылғаннан бастап әкем дейді. Енді қара дейді. Яғни сен туылғаннан бастап ол сенің әкең болса, сұрақты қайттан қояйын дейді. Сенің әкеңнің жасы қанша дейді. Сосын ана бала тұрады да, ойланады да, яғни менің жасым 20-да болса, онда менің де әкемнің жасы 20-да ғой дейді. Өйткені мен туылғаннан бастап әкем ғой дейді. Осы жерде закон тождествода қателік кетіп жатыр. Енді ана әкесі мен баласын екеуіне ұқсатып қойып жерді. Яғни сипаттамасын, возрастын категориясын. Яғни екеуінің жасы бір емес. То есть сұрақ уже изначально логически ошибочно сұрақ қойылып тұр. Түсініп тұрсыз ба? Осы жерде айтатын анау, егер оққан адам болса, мынау сұрағың логически қате. Осы жерде закон тождествоға қарама-қайшы қойылып тұр. Яғни, контексте мен туылғаннан кейін бастап әкем деп шығарып беріп тұрсың, но на самом деле менімен әкемнің жасы тең болмайды. Екеумізді салыстыруымыз үшін екеуміздің сипаттамамыз бір болу керек. Яғни әкем, условно говоря, 1960 жыл туылса, мен де 1960 жыл туылу керекпін, возрастын салыстырып атсақ. Сол кезде екеуміздің салыстыра аламыз возрастымызды. Мен
соответственно, әкемнен кейін туылғаннан кейін екеуміздің возрастымызды салыстыра алмаймыз. Осы жерде уже ошибочный сұрақ қойылып кетіп тұр, логически. Соответственно, логиканың заңдылығы вообще, логиканың заңдылығы, төрт заңдылығы ақиқатты іздеу үшін инструмент ретінде пайдаланатын дүние. Сен элементарный нәрселерді ұғынып түсініп алсай, рахмет. Сосын жаңағыдай жала жаппа, записьті қарап шық жақсылап. Наоборот, как раз таки сенің қателескеніңнен мен тоқтатып, астын сызып барып, мынау сенің сөзің деп тұрып, саған қара адресовать етіп бастадым мен тақырыпты. Мына жерде қаншама адам тыңдап отыр. Егер ақиқатты іздеген адам болса, бәрін түсініп отыр. Болды. Болдыңыз ба? Мен ұстазым келіп, ұстазыма амандасып жіберейін 1 минут қазір. Ұстаз, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Аман есен. Мені өшіре салыңыз болды. Болды, ауыстырып отырмын. Кешір кішігірім. Ұстаз, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Уағалейкум ассалам рахматуллах. Қалдарың қалай жігіттер? Жақсы, шүкір, аман есен, өзіңіз қалайсыз? Бітпейтін әңгіме бір, ой бір. Жарайды енді. Иә, не істеп жатсыңдар? Құдай жоқ десеңдер бәрібір өлесіңдер. Бар десеңде де өлесіңдер. Не әңгіме болып жатыр? Сол логика ғой. Қарапайым. Та-та-та деп жүрсіңдер ме әлі? Мантыққа кіретін болсақ, қызық болайын деп тұр. Жарайды, ұстаз, мен мынау жігіттің несіне ауыстырайын. Қазір әңгімелесеміз ғой, иншалла. Айтарыңыз болса. Өздерің сөйлесе беріңдер. Мен тыңдап отырамын, болды. Болды, иншалла. Проблема жоқ, өздеріңіз. Вообще, айта беремін. Нұрислам, мынандай понятие бар, соломина чучело деген. Сенің даже бар ғой, мысалы мен қазақша сайттарын іздеген кезде тепе-теңдік заңы деп аударылады. И даже мен өзім процесс объяснение кезінде де менікі дұрыс та, бірақ сенің сөзіңмен, түсіндірмеңмен сенің алғашқы айтқан определениең екеуі бір-біріне анықтамасы келіспей тұр да почему-то. Сөйте тұрып, бірдеңе деп ондай әңгіме айтып керегі жоқ. Жақсы, мынандай ғой, сендер реально логика дегенді қалай түсініп алғансыңдар, приравниваниені қалай түсініп алғансыңдар. Блин, как-то енді оскорбление ретінде қабылдамаңдар, или жаңа қалай айтыңдар, тәкаппарлану ретінде қабылдамаңдар, но честно, изначально каша болған сияқты сендер. И потом осындай әңгіме айтып отырсыңдар, особенно Нұрислам, саған қатысты. Потому что мен саған тепе-теңдік заңы деп мен қазақшадан аударуға тырыстым, бірақ менің объяснением келіп тұр ол жерде. Сосын сенің жаңағы мысалың бар ғой, ни в коем случае менің әңгімелеріме вообще келіспейді, потому что мен ондай әңгімелер айтпағам. Сен егер жаңа тоже әсет айтып жатыр, жаңа муслим әсет айтып жатыр да, сен болмыспен эпистемология анау, пожалуйста, әр сөздерді орын-орынмен қолданыңдаршы, өтініш. Бір сөз жаттап алыңдар ма, әрбір жерге тыға беру керек деген әңгіме дұрыс емес қой бұл. Қалай тыға бересіңдер? Сосын қазақша аудармаға келтіре алмасам да, бірақ хотя жалпы мен бүйтіп қараған кезде интернетте, потом ол туралы видео жасап жатырмын. Тепе-теңдік заңы деп аударылады. Бірақ оған қарсы болсаң, Нұрислам, меніңше, пожалуйста, барда аудармашыларға әңгімеңді айтарсың. Хотя по сути мен объяснение процесс кезінде мен саған уже түсіндіріп отырмын. Тепе-теңдік заңы деген нәрсе, то есть мен аға приравниваю что-то. И это и обозначает, егер сен қазақша түсінбейтін болсаң. Сосын аға мен бір нәрсені тепе-теңдік, то есть теңестіргеннен кейін барып, дальше мен формуласына қараймын. Изначально мынандай формула. Басында А тең А болады формуласында. Сосын екінші заңдамасында формуласында А не равно Б болады. Сосын бар дальше уже үшінші заңда. Бұл, короче, каждыйның өзінің формулалары бар. Сол формулаға сен приравниваешь, и вот это называется отождествление. Осы нәрсені айтады. Сен кішкене қате нәрсе айтып отырсың. То есть мен қазір А тең мен жаңағы мысал келтіретін болсам, мысалы валидность жағынан айтайын, иә? Жұмыс істеу қалай дұрыс? Мысалы мен А тең, мысалы нені айтайын? Мысалы изначально посылка сүйеник. Мысалы жаңа Сократты айттым. Өлмейтін әсетті айттым мен жаңа. Енді өлетін Сократты айтайық. Мысалы менің изначально посылкамда барлық адамдар өледі деймін. Это логическое рассуждение жасаймын осыны, интуитивно ұрам. То есть барлық адамдар өледі. Сосын екінші посылка ол Сократ. Сократ адам. Енді алғашқы посылкада барлық адамдар өледі дейтін болса, меше кеттік. Мы приравниваем. А тең бастаймыз. А дегеніміз не? Аны приравниваем Сократты, то есть Сократ адам. Екінші, Сократ адам ба, адам емес. То есть Б деген, егер оны адам емес дейтін болса, или өлмейді дейтін болса, ол қате болады. Сен екі силлогизм, екі жаңағы посылкаларға байланысты сен не құрастырасың? Силлогизм бойынша құрастырасың, вывод, логический вывод шығарасың. Сол кезде ғана нәрсе шығады. Ал сен ондай нәрсені құрастыра алмайтын болсаң, не үшін бұндай әңгіме айтып отырсың қазір?
Пожалуйста, базаны біліп алыңдар, базаны білгеннен кейін барып қана әңгіме айтыңдар. Если базу не знаете и мынандай изначальный, бұл даже элементарный нәрселердің қатарына жатады да, элементарный нәрселер білмей жатсыңдар, ендеше мен басқа логика түрлерін, сендер қазір білмеймін, формальный, неформальный деген нәрсені өзің түсініп жатсыңдар ма, мен білмеймін, реально айтайын. Потому что как будто мен сейчас надо пройти, сабақ өткізуім керек сияқты сендерге. Поэтому давайте кәдімгі білем, дұрыс анықтай аламын дейтін адамдар айтсын, сол кезде ғана сөйлесек. А если жоқ, оны білмеймін, кішкене не знаю дейтін болсаңдар, ендеше не стоит. Тәкаппарланба, рахмет. Бұл тәкаппарлану емес, бұл екі уровень знаний сөйлесу бойынша айтып отырмын. Потому что мен қазір кашамен сөйлесуге дайын емеспін ондай. Потому что почему я должен кашалар дұрыстауға? Рахмет, айналайын. Менің бір Давай, уровень знания разный болып тұр бұл жерде. Мен бұл факт болып тұр бұл жерде. Жауап бере алмай қалдың ғой, құрсын-ау. Не, қандай сұраққа жауап бере алмадым мен саған? Мен саған айттым, дальше может кеттің философияға. Зачем ондай? Қалай философия кіріп, сен логикаң философия. Қойшы болды. Так, в общем, бұл баланың жағдайы түсінікті болды. Баяғыдан түсінікті еді, енді бұл жерде нақты түсінікті болды. Алысқа кетпейік, менің сөзімді алмай ақ қой. Мына жерде оқыла ма, қазір көрсете салайын. Қысқаша жауап дегенді оқып жіберіңізші. Бұл қайта-қайта закон тождественный тепе-теңдік деп қоймай жатыр ғой. Қате десем де түсінбей жатыр. Оқып тұр ма? Біз тыңдап тұрмыз, әдемі көрініп тұр. Міне, тепе-теңдік бұл тождество бір нәрсе емес. Тепе-теңдік пен тождество бір нәрсе емес. Сондықтан ол тепе-теңдік заңы деп аталмайды. Нақты нәрсе бұл, нақты. Тождество тепе-теңдік деген таза ақмақтың сөзі. Ары қарай мен уже бұмен сөйлесуге жылайым жоқ. Элементарный логиканың бірінші заңдың түсінбеген адаммен қорытындысын айта салайын. Мына жерде көп нелерді Кант, Аристотельді келтіріп жатыр ғой. Тождество заңы тепе-теңдік емес. Көрініп тұр ғой бәріне. Тождество заңы тепе-теңдік емес. Ол ойдың мағынасының тұрақтылығы туралы заң. Сондықтан ол тепе-теңдік деп аталмайды. Болды. Мен ары қарай әңгімемде жоқ, мен қоспай ақ қойыңыз, микрофонды өшіре салыңыз. Ары қарай бессмысленно бұнымен сөйлесу. Элементарный нәрсені білмейтін адаммен уже смысл жоқ сөйлесу. Рахмет. Мен саған бағана бір сұрақты қойдым, сол сұрақтың жауабын әлі ала алмай отырмын. Логика жоқ бұл жігітте. Давно айттық қой, ана муслимді әсетте айтып жүр ғой қаншама. Логика жоқ бұл жігітте. Жақсы, мен бұл жігітке бір оңай сұрақ қояйыншы. Рахмет. Мен оңай сұрақ қоясың ба еще? Давай тыңдай ал. Хабар деген нәрсе. Типес таң қалдым мен сендерден бар ғой. Реально кейде бүйтіп ойланасың, с кем я пытаюсь вести диспут бар ғой. Не нәрсеге? Хабар деген нәрсеге сенесің ба? Жоқ, сенбеймін, болды, керек жоқ. Сенің именно андай вводный әңгімеңді айтпай ақ қойшы. Ата анаңнан хабар естідің ба, ананы хабар. Не пытайся мягкое с теплым перепутать сейчас. Не стоит. Не путай, все. Мне уже изначально түсініп. Не путай мягкое с теплым. Не путай. Не путай, все, болды. Жігіттер, былай айтайын, мен қысқаша айта салайын. Білімдеріңді арттырыңдар, элементарный нәрсені білмейді екенсіңдер, ізденіңдер. Потому что мен сендерден, Нұрислам, ChatGPT-дан не айтып отырсың сен? Ё-моё, логика туралы рахмет, вообще сөйлемей. Оқымағансың ғой сен, Нұрислам, не айтып отырсың сен? Бір сұрақ қоясың. Мен бірдеңе сұрайыншы, ұстаздардан бірдеңе сұрайыншы. Мынандай ғой, короче. Білімдерің жоқ екенін түсіндім. Оқыңдар, ізденіңдер. Болмаса кітап керек болса, кітап жіберемін сендерге. Жақсы ма? Все, давайте, мен барай берейін. Бір тепші мынаны, рахмет, жоқ. Тоқта. Тождестводан. Ай, не істедіңдер? Муслим. Көрдің ба, көзің жетті ма? Жоқ, білемін ғой. Мен постоянно айтам ғой, рахметте логика жоқ. Жіктер, модерат, бір минут. Жіктер, жарайды, жетті ғой мен. Анық көзің жетті ғой, Муслим. Жарайды, жасқы, кетерсің. Не істеп отырсыңдар, кеуіп? Алла. Мәселе мынаны отыра берсін, просто мен ары қарай менде жылайын жоқ сөйлесуге. Тождество дегенде мәселе өзіміз ашайық та енді жігіттер, өзіміз ашайық. Енді ол білмесе 200 адамға бір пайдам істейсін. Тождество заңы деген Нұреке қандай нәрсе? Мысалға бір ұғым өзінің төңірегінде болу керек қой. Мысалға бір ұғымды әкеп сен салыстырып атқан кезде екінші ұғым басқа ұғым болатын болса, ол автоматом соңғы конечный логиканың несі қорытындысы қате шығады, дұрыс па? Иә, екі нәрсенің сипаттамасын салыстырасың ғой. Иә, енді бұл жігіт не айтып жатыр бағанадан? Ол бүйтеді. Ақылдың бары дейді,
біз бәріміз мойындаймыз деді да, бәріміз мойындағаннан кейін біз оны дәлелдемей оны аксиомаға бекітеміз деп тұр, дұрыс па? В общем, былай ғой, ол ары қарай кетудің қажеті жоқ. Ол элементарный нәрсені білмеген адаммен ары қарай қалай сөйлесесің, муслим? жоқ былай ғой. Енді жарайды, қателігін көрсетейік дегеніміз ғой, ұстаз. Мысалға, Нұрекен андайда мен түсініп тұрғаным. Бұл жерде ақыл деген ол өз алдына бөлек бір неда болмыста ол. То есть адамда бар нәрсе. Ал аксиома деп айтатын болсам, аксиома деген логиканың бір ережесі да, бірақ бұл жерде бір қателік көрініп тұр. Егер барлық адам бір нәрсені иә бар деп қабылдаса, дәлелдесіз, ол бар болып қала ма? жоқ әрине. Енді қара, ертең барлық адам Құдай бар десе, қабылдай ма Рахмет ол нәрсені? Оны білмеймін. Вот, мәселе осыда да. Одан кейін белгілі бір уақыттарда бір адамдар, мысалға, мен түсінгенім бұл ақылды инструмент деп мойындаған менде. Бірақ ақыл арқылы бір нәрсені дәлелдей алмаймыз дегенге келтіріп тұр да ше. Өйткені сол ақылдың заңдылықтарына сәйкес бір нәрсенің бар немесе жоқ, немесе бір нәрседен зерттелген осы уақытқа дейін тәжірибеден өткен нәрселерден қорытынды жасай алмаймыз дегенге келіп тұр да. Өйткені оны бүйтіп айтады өткенде сөйлескенде, біз айтамды зерттелген осы уақытқа дейін көзбен бес сезім мүшесіне бағынған, бес сезім мүшесі арқылы бір нәрсенің бар жоқ, төрт бұрыш, үш бұрыш, кез келген нәрсені нақты үкім бере аламыз ба десем, сен дейді ішіндегі нәрсені білмейсің дейді. Ол басқаша болуы мүмкін дейді. Түсінесіңдер, қараңыздар. Бұл жерде бір байқап отқаным, дастан сөзіңіз аузыңызда, кешірім сұрайын. Бір нәрсе айтып жібере салайын. Мен бір байқап отқаным бұл былай екен. Рахметтің чистый тактикасы былай екен. Мен бағаналы бері онымен сөйлесуге тырысып көрдім. Мен оған сұрақтар қойып көрдім. Мен оған айттым, жалпы бір нәрсенің ақиқат не ақиқат емес екенін білу үшін қанша жол бар дедім да. Ол жауап берген жоқ. Ақиқат деген не деп дальше уже вадаға кетіп қалды. Вадаға кетіп қалды. Бауырлар, былай ғой. Дастан мынандай ғой, мысалға, өзі логикамен сөйлесек дейді. Енді логиканың базовый логиканың, өзі классический логика деп жүр ғой, классический логика деп бөлінбейді, ол бертін келіп бөлінген нәрсе. Ана Аристотельдерге, ежелгі гректерге қатысты болғаннан кейін классический логика деп біреулер неғылған оны. Негізі олай бөлінбейді наукада. Жақсы, классический логика деп айтып жүр, сол базовый төрт заңдылығының ең бірінші заңдылығын қате ұғынып логикамен сөйлеу деген абсурд қой ары қарай. Бірінші сатыда уже ары қарай буксовать етіп тұр ғой. Нақты дәлел әкелдік, нақты көрсеттік. Қайта бір сөздің қайта қайталатын жерде запись бар. Тождество тепе-теңдік заңдылық деді. Тождество мен тепе-теңдік болмайды никак болмайды. Тождество мен тепе-теңдік деп алып ары қарай сөйлесетін болсаң, сенде уже базовый нәрсең уже қисық түсінік тұр неңде, мышленияңда. Сол нәрсені устранить ету керек, соны дұрыстау керек бірінші. Сосын барып ары қарай келесі этапқа көшу керек та. Қайда саған Канттың тақырыптарын сөйлеп жатсың? Қайда саған сен классический, жаңа өзің айтпақшы, классический логиканың базовый нәрсесіне өте алмай жатып? Сол үшін де бұл жігіттер мынандай, мен көріп жүрмін ғой, мынандай абсурдқа кетеді. Алдында мынандай нәрсе айтады да, біз айтамыз ғой, что Алла Тағала өзгермейді, мәңгі. Ол айтады, өзгермейтін нәрсе дейді, өзгеретін нәрсе жарата алмайды дейді. Енді мен бұның проблемасын қарасам, бұл қандай қателік жіберіп тұр? Опять же, тождество заңында. То есть өзгеру деген өз алдына бір ұғымда, өзгеру деген бұл бір бар нәрсенің күйінің ауысуы да ол.